Мынау тағдыр деген нәрсе бар ғой бізде. Тағдыр деген нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Бізде көбінесе кейбір адамдар, мысал үшін, кейбір адамдар намаз оқымай жүреді, кейбір адамдар арақ ішіп жүреді, кейбіреулер бір дұрыс емес жолдарда жүреді. Мысалы да әркім әр нәрсемен айналып жүр ғой. Бірақ айналып келген кезінде неге бұны істейсің, ананы істесе, бүйтпей ақ қойса, өйтпей ақ қойса деп жатса не дейді? Тағдыр дейді. Менің пешенемде осылай. Мысалы үшін бір адамдар ауырлауын айтайын, арақ ішіп жүреді, намаз сондай қойсай десең, деп менің пешенеме осылай жазылғанда деген нәрселер бізде көп қозғалады, байқайсыздар ма? Соны айтқым келеді ағайындар. Алла тағала сіздің тағдырыңызды белгілеп қойған, печаттап қойған, не дейді? Кітап жабылған, сиялары кеуіп қалған дейді. Бірақ біреу айтады, енді менің тағдырымда осылай өту жазылған болса, енді мен не істеймін деген сияқты. Жоқ, сізге Алла тағала ерік беріп қойғанда, бірақ сіздің тағдырыңыз, бүкіл тағдырыңыз жазылып қойған, бірақ Алла тағала сізге ерік беріп қойған. Осыны қалай түсінесіз? Қараңыз, мысалы үшін Алла тағала адам баласының ішінде, әйелдердің ішінде бала бітеді ғой, 4 нәрсені жазады. Қашан туылатыны, қашан өлетіні, бақытты, бақытсыз өмір сүретіні, жәннаттық, тозақтық болатыны белгілі. Ол бізге емес, Аллаға белгілі. Енді кейбір адамдар айтпасын, Алла онда біледі екен ғой, онда біз не қыламыз намаз оқып? Біз онда не бәрі қаяқтың келгеніміз. Алла біледі екен ғой, белгілеп қойған екен ғой. Жоқ, қараңыз, Алла бізге ерік берген да, ерік берген. Не істеген келеді? Істе. Бірақ Алла тағала біздің неге способен екенімізді біледі. Мысалы, менің Алла тағала өмірім жазып қойған. Қашан өлетінімді, менің жәннаттық, тозақтық, астағфирулла, жәннаттық болуымыз нәсіп етсін. Бірақ тозаққа түсетін, жәннатқа түсетінімді Алла тағала белгілеп қойған. Маған қазір Алла ерік беріп қойған. Қазір мен дәрет алып келіп, мына жерде 2 ракат намаз оқысам болады. Не болмаса магазинге барып келіп, астағфирулла, хутранканы алып алып көтеріп ішсем де болады. Менің қолымда тұр. Мен не істегім келеді, соны істей аламын қазір. Алла тағала ерікті маған берген. Бірақ Алла тағала біледі да менің қазір не істейтінімді. Менің қолымнан не келетінін біледі да. Түсіндіре алдым ба? Қараңыз. Мына телефон тұр ғой, мына біреу. Сіздің телефоныңыз. Мысалы үшін қараңыз. Қазір сағат 6 болды. Сіз 7-ге будильник қоясың да телефоныңды. Қарасаңызшы, ақылға салып көрші. Телефон сенікі. 7-ге будильник қоясың да, неге қойып қойда, сен уверен айта аласың адамдарға. 7-де мынау ұрады. Мен білем. 7-де ұрады мынау. Өйткені менің телефоным, мен қойып қойдым дегенсіз ғой. Қарасаңызшы. Дәл сол сияқты Алла тағала бізді біледі. 1 сағаттан кейін не істейтінімізді. Ертең не істейтінімізді. Алла тағала айтып жатыр, ананы істеме, мынаны істе. Арақ харам, намаз парыз деді ма? Бірақ ерікті маған берді, жігіттер. Түсіндіре алдым ба? Ерікті маған берді. Арақ ішсең де өзің білесің. Намаз оқысаң да өзің білесің, өзіңнің қолыңда. Ал тағдыр деген нәрсе, ол уже қазір қараңыз, сағат 6-ға дейін менің өмірім өтті ғой. Алла тағала маған ерік берген. Мен осы 6-ға шейін өз желаниеммен өмір сүрдім. Мені тағдыр осы. Болды, мен пешенеме жазылған нәрсе осы. Мысалы қараңыз, 1 сағаттан кейін мен мына жерде намаз оқу мүмкін. Не болмаса арақ ішу мүмкін. Менің қолымда. Бірақ Алла тағала оны тағдырып жазып қойған. Алла тағала менің қазір не істейтінімді, менің қолымнан не келетінін біледі да. Сол үшін жігіттер, менің айтқым келетіні, түсіндіре алдым ба? Менің айтқым келетіні, менің пешенемде осы екен ғой деп жүре бермеңіз. Адам болуға ақыңыз бар. Бізде кейбір кезде адамдар айтады, біреу намаз оқып бастаса ше, сен кеше ғана арақ ішіп жүрген біреу едің ғой сен. Не, сен адам болып қалдың ба не? Қалай ойлайсыз сонда ол? Кеше арақ ішіп жүрсе ол сол өмірден сол алкаш болып өту керек па? Болды ма оның адам болуға ақысы жоқ па сонда? Ол намаз оқып дұрыс жолға түсуге оның ақысы жоқ па сонда? Болды, ол солай хайуан болып өлу керек па? Хайуан болып жүрген адам болса? Солай да біз, кеше сен кім едің? Не аласыз кеше кім екенімізді? Бүгін кім? Омар радиаллаху анху үкімет кезінде білесіздер ма? Абу Бакр радиаллаху кім болған? Кейін кімге айналды олар? Қарасаңызшы. Сол үшін ағайындар, адам баласысыз ғой. Сіздің адам болуға ақыңыз бар. Сіздің Алланың сүйікті құлы болуға ақыңыз бар сіздің. Кеш емес, еш уақытта. Бері қараңыз, намазыңызды түзеңіз.
арағыңыз осы күнге шейін ішіп келген шығарсыз, пешенеңіз де солай шығар. Бұдан кейінгі пешенеңді өзгертсе, қолыңда